Бірінші есепте А сандары жиынтығы берілген, және Б натурал сандар бұндағы, С бүтін сандар, Д рационал сандар жиыны деп бөліп жазып алуымыз керек. Және сандарының қай жиындарға жататынын анықтап, осы сандарды Эйлер-Венн диаграмма ішіне орналастыру керекпіз. Енді бірінші натурал сандарды анықтайықшы. Натурал сандар бізде бұл жиынның ішінде тек қана 2 саны болады. Басқа сандар натурал санға жатпайды. Келесі бүтін сандар дейді. Бүтін санға -3 жатады, 0 жатады, және 2 саны да бүтін санға жатады. Енді әрі қарай Д рационал сандар. Рационал сандар деп тұрғанымыз, яғни бұлардың барлығы да беріліп тұрған тізімдегі барлық санымыз рационал сандарға жатады. Енді Эйлер-Венн диаграммасын сызамыз. Енді Эйлер-Венн диаграммасының ішіне осы сандарды орналастыру керек. Мынау бізде Б жиыны болса, мынау С жиыны болса, мынау Д жиыны болатын болса, енді Б жиынында бізде тек қана 2 жатады дедік. 2 натурал санға да жатады, ол бүтін санға да және рационал санға жатады. Яғни 2-ні біз дәл ортасына жазып қоямыз. Үшеуіне де қатысты. Осымен Б жиындағы сандарды жазып болдық. С жиынын қарайық. С жиынында -3, 0, 2 деген сандар бар. Біз 2 санын жазып қойдық. -3 пен 0-ды жазуымыз керек. Оны қай жерге жазамыз? -3 пен 0 ол Д жиынынан, яғни рационал сандарға да тиісті болғандықтан, оны мына екеуінің қиылысқан тұсына -3 пен 0-ды осы жерге жазып қоямыз. Енді Д жиынын жазатын болсақ, бұл жердегі -3, 0 және 2 сандары уже жазылып тұр. Бұл Д жиынына да тиісті болып тұр. Енді бұл сандарды қайталамаймыз. Қалған сандардың барлығын, яғни 2,5, 1,8, -0,4 және 5,3 деген аралас санды осы Д жиынына жазамыз. Қалған сандарымыз уже жаңағы ортақ жиындарға жазылып қойды. Келесі екінші есепті қарайық. Суретті пайдаланып салыстырыңыз дейді. Бірінші Б мен С-ны салыстыруымыз керек. Яғни суретке қараймыз. Б және С мына нүктелер, қайсысы үлкен, қайсысы кіші. Б С-ға қарағанда кіші болып тұр. Енді келесі Б пунктін қарайтын болсақ, Б мен Е-ні салыстыруымыз керек. Б және Е. Е деген кішірек болып тұр Б-ға қарағанда, яғни былай жазылады. Келесі С. F және 0 дейді. 0-ды қараймыз. 0 F-ға қарағанда оң жағында тұр, яғни F кіші болып тұр 0-ден. F кіші 0 түрінде жазып қоямыз. Әрі қарай D. Бұл жерде енді модуль. А-ның модулі F-тің модулінен салыстырамыз. А дегеніміз 0-ден бір ғана бірлікке оңға жылжып тұр. Ал F дегеніміз 0-ден 3 бірлікке солға қарай жылжиды. Енді бұл жерде қашықтық қой, модуль дегеніміз. Қайсысының қашықтығы көбірек, үлкенірек. Яғни бұл жерде F-тің модулі үлкенірек болады. Келесі үшінші есепте алдымен жақшаларды ашып алайық, яғни таңбалардың қасиетін қолданып жақшаларды ашып алайық. Плюс пен минус болғанда минус болады, иә? -4,3-ді жазамыз. Келесі тағы да жақшаны ашамыз. Плюс пен минус болғанда минус болады. 1,15-13-ді жазып қоямыз. Енді 2,2-ні біз аралас сан түрінде жазып алатын болсақ, ол 2,2 азайтылған 4,3-1 азайтылған 1,15-13 түрінде жазылады. Әрі қарай не істейміз? Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі бізде 13, 15-ге 30 болады. Тоқтауыш көбейткіштерін жазып шығайық. Мұнда 10 болады, мұнда 2 болады. Енді сол бөлшекке ауыстырып жазып алайық. 2,30-дан 6 азайтамыз. 4,30-дан 10 азайтамыз. 1,30-дан 26. Енді бүтіндерін бөлек, бөлшектерді бөлек есептейтін болсақ, ол былай болады. Енді мына бірінші жақшаны есептейтін болсақ, 2-ден 4-ді азайтып, одан 1-ді азайтатын болсақ, 2-ден 4-ді азайтамыз, ол -2, -2-ден -1, ол -3-ті береді. Әрі қарай, жақшаның ішіндегі өрнекті табатын болсақ, 6-дан 10-ды азайтып, 26-ны азайту керекпіз. 6-дан 10-ды азайтсақ, -4, -4, -26, ол -30 болады.
Енді мына 30 бен 30 қысқарады, сонда бізде 1 болады, иә. Мына -3-ті жазып қоямыз. Сонда мына жерде 30 бен 30 қысқарып кетті, бірақ минус таңбасы бар, сонда -1 шығады екен. Енді мына жерде жақшаны ашатын болсақ, плюс пен минусты береді. Ал -3 пен -1 екеуі қосылады модульдері, бірақ таңбасы минус болады. Сонда -4 деген жауап шығады екен. Төртінші есепте А нүктесі берілген -4,6 және Б нүктесі -2,3 деп екі нүктесі берілген. Енді А нүктесінің координатысына қарама қарсы С нүктесінің координатысын табыңыз дейді. Бізде А дегеніміз -4,6 болса, оған қарама қарсы +4,6 болады. Осы нүктені біз С деп белгілеп қоятын болсақ, сонда бізде А пунктінде С нүктеміздің координатысы +4,6 болады. Келесі С дегеніміз Б нүктеден С нүктесіне дейінгі қашықтықты табыңыз дейді. Яғни мына Б нүктеден С-ға дейінгі қашықтықты табуымыз керек. Қашықтықты табу үшін біз оң жақтағы координатадан сол жақтағы, яғни С-дан Б-ны азайтуымыз керек. С деп тұрғанымыз ол 4,6 ғой. Содан азайтуымыз керек -2,3-ті. Сол кезде ара қашықтық табылады. Енді мына жақшаны ашатын болсақ, минус пен минус плюс болып ашылады. Сонда 4,6-ға қосамыз 2,3 болады. Сонда БЦ ара қашықтығы бізде 6,9-ға тең болып тұр.